Қатырасың, конечно. Жаным, мен осы ойлаймын да, осы той жасамай қойсақ қайтеді? Лучше сол кеткен шығындарға бір пайдалы нәрсеге жұмсайық та. Мен де соны айтамын. Лучше сол ақшаға Европаны барып аралап қайтайық та, или бизнес ашайық. Болды, үйдегілермен сөйлесемін. Қалай той болмайды? Ертең жұрт айтады ғой, бір баласын той жасап бере алмады деп. Құдамның бетіне қалай қараймын мен? Бүгіннің тойына 20-30 мыңнан апарып, енді соны қайтармаймыз ба? Текке апардық па? Ертең ауылға қай бетімді айтам? Жұрт не дейді? Жоқ, той болмай ма не? Құда балалары келмей ма? Аға, мен көйлек сатып алып қойдым ғой. Қалай болмайды, мен тақпа жаттық қойдым ғой. Disco, partizani. Disco, partizani. Аяз ата, бізге айфонның ең соңғысы болса. Құрметті Аяз ата, маған бір тоқал болса. Ой, әкесем, сен жасың 30-ға кеп, Аяз атаға сен түсін ба? Саназыл ета қара, Аяз ата ета бара. Sub-Zero. О, қалай, брат? Нормально, брат. Сам как, брат? Жақсы, брат. Алло, брат? Да, брат. Чё там, брат? Ничего, брат. Все, брат. Брат. Ал, брат. Давай общаться без брат. Нормально сөйлесейші, адам құсап. Все, родной. О, родной? Давай, родной. Давай, родной. Все, увидимся, родной. Конечно, родной. Hey, Macarena. Hey, put the chopper on. Жаңа жыл келді. Бірге болсын. Третий лишний кет бар. Брат, уақыт болып. Третий лишний кет бар жоқ. Рахмет, братан. Ат досыға болғанбыз, сен ерші ғой. Алматыға келгелі қыдыртып жатсың бізді. Енді бір ноу болып тұр. Қандай айтшы, қандай проблема? Қыздармен танысайықшы, қыздармен. Қыздармен? Онда сен бүйтесің, қыздармен танысуды үйретейін саған. Кез келген қызға барасың, темекі сұрайсың. Темекі сұрайсың. Сосын сен осыған міндетті түрде жоқ деп айтады. Сосын сен оны мақтайсың. Қазақтың қыздары осындай болу керек, анау мынау деп. Брат, анау бір қыз отыр, танысшы ғой. Точно таныса ма? Танысады. Темекі сұраймын ғой, Жалағын сен, давай, бізай. Сәлем қарындас. Саламатсың. Кешеңізде темекі бар ма? Темекі? Кәдімгі темекі. Бар. Қандай керемет. Қазақтың қыздары қандай керемет. Бар қазақтың қызы осындай болса, бір күшті болар еді емес пе? Не деп тұрсың сен? Жоқ ана таныстың ба? Молодец, таныстың ба? Мында сен қайда танысқан кетіңдеші. Серега, одолжи пчелку. У меня, дома ремонт. Помоги мне, пожалуйста. Конечно, там у меня дома есть. Давай, поехали, я тебе помогу, брат. Бақытжан, сен ағаш кезен хуйта не етеді? Бар ма сондай шынандай? Жоқ, қондай менде. Жылап. Ал қазір сол қызықтың қайда бәрі? Вообще оның бәрін қарастырамыз ғой. Жеге, квартираның хозяин келе жатыр. Үйден Себастьян болсын да, тез. Сосын жігіттер. Ба. Ойнап жатыр ма? Прикол ұстап жатырмын ғой, шыға беріңдер бәрі. Сосын бар ғой, жеге не үшін звондағанын айтайын. Квартираның ақшасын шығармай жатыр, сабыразым ба, что там жинап тастайық. Сондай бола ма? Мені келгесіңдер ғой кәдім. Қомашы қалай мен дейсің? Әпке, қалайсыздар? Үйдесіздер ма? О, келдім ба? Кір тез, жеден күтіп отыр. Отыра беріңдер, газ келем. Жүзде? Мен әпкеме ренжіп жүрген жоқсың ба? Ты что, братишка, Нұрбек, не істеп жатсың? Да, прическа просто. Сұра басайшы. Не болды, PlayStation'ды жылап? Әпкем жыламай-ақ. Не болды, қызғанып, бер ойнасын.
Все, давай, реніш жоқ қой, Ай, жо, нормально, әпкем ренжішпесең болды. Сен уже кетіп баратсың ба? Сен Нұрбек ренжіме, негізі ол ондай емес. Кеп тұрасың ғой, иә? Кеп тұрғанда енді көреміз енді. Все түсіндім бәрін. Все, давайте. Нұрбек, сен тағы не дедің ана балаға? Ренжіп кетіп баратыр ғой.